козел, козел, сендерде намыс ұлттық патриот деген жоқ, сендерде намыс козелсыңдар. Мына жерге погондарын тағып қотақпассыңдар бәрің. Қазақтың сендер қазақ болады, қазақтың анасының құрсағынан туғасыңдар. Бірақ қазақтың балдарын қолын қайырып алып, ұлтым үшін, елім үшін деп площадьқа шығатын, алаңға шығатын қазақтың қыздарын шыңғыртып қолын козел қолын қайырып, газельге тығып намыссызсыңдар. Газельге тығып ұрасыңдар сендер. Пидорас сендер көтеріңдер. Былай сығу керек. Козел ешкенде. Пидорас үші мал. Ал, осыны айтқым келіп жүреді. Осыны бір күн ішкен кезде айтам деп жүрмін. Сауап бол. Ішкен кезде осыны айтам деп жүрмін бүгін. Үшен козел. Отырғаншасыңдар. О, мына ішіп алдық. Бұны барып добить етейік деп. Келе бер, кел. Тұрсынан отырам, кел. Қазақтың намысын көтерген мені бар. Соттамақ тұр анау. Үшен жоғарыдағы козелдарын айтып барсай бар. Астанадағы отқан шөпке көтін сүт өтіндер. Долларға миллионер көтін долларға сүт жүрген пидоразарға айтып барсай бар. Айта берме козелдар. Сен солардың козелсыңдар. Ешкілерсіңдер сен солардың. Намыссыз. Үшен намыссыз ғой. Қазақтың анасының құрсағынан шығып, бір погон таққанына, бала шағанды үйтіп асырамай-ақ қой үйтіп. Заң болады, заң деген осы екен деп, біз заңнан аттап кете алмаймыз деген ол сөз болмайды. Мен айтайын. Заң ғой, дұрыс. Заңға бағынған ел болмайды. Бәр адам заңға бағыну керек, дұрыс. Бірақ ол не үшін алаңға шығады? Яғни площадьқа. Қазіргі тілмен айтайыншы, площадьқа не үшін шығады олар? Өздерінің, олар адам ғой, оларды айтады. Осында елімізді, мына жерімізді тартып алды. Мына дұрыс емес қой деп жылап шыққан қазақтарға нападение жасап, дубинкасымен ұрып, газельге тыққан ол дұрыс емес ол. Ол козелдің, пидораздың тірлігі, қотақпастың тірлігі ол. Менттер, козелдар. Дәл осы дұрыс емес негізі. Мақыл, сен ана педофилдер, біреудің басын кесіп өлтіргендер, солар ұстасай, ұста қылмыскерлерді ұстасай сен. Не әлесің ол үйтіп ұлт болып шыққан көтеріліске сен ешқашан козелдар араласпа нақыл. Сенің жерің мынау, сенің жерің ертең осы халық болмаса қотағыма козел болып жүресің сен елде. Айлық ап, шешеңнің амына айлық аласың сен. Айтшы, осы халық жойылып кетсе, елің бәрін Қытай келіп, үнді келіп, көрінген кет баққан ел сенің еліңе келіп тұра беретін болса, әр жеріңе келіп үй салып ап, әр жеріңе келіп жерің татып қойса, қотағыма сен қазақ болып жүресің одан кейін. Мент болып жүресің, козел болып жүресің. Козел, осы халқыңды сыйла, площадьқа шыққан қыздар, намысы бар адамдар шығады. Площадьқа анау-мынаудан шықпайды. Намысы бар адамдар шығады. Елім ғой, мына жерім ғой, компаниямызды, заводымызды тартып отыр, мына қытайлар, үнділер тартып отыр, мына американецтер ап қойыпты. Болмайды, бізге қазаққа қайтардыңдар деп шыққан адамдардың қолын қайырып ап тыққан ешқашан дұрыс емес. Кессең кесіп ал басыңды. Ол менттердің ол осы дұрыс емес. Басшың айтып бар, ол дұрыс емес нақыл. Біз мемлекеттің, қандай мемлекет ол? Еліңді сатқан мемлекет бола ма ол? Еліңді сатқан мемлекет болмайды ешқашанда. Так что ондай мемлекетті мен қолымды көтеріп бесіп кеткен. Үйтіп елін сатқан андай мемлекеттің басшысы ма, ондай адамға бүйте салу керек қой, короче. Салам алейкум ғой, короче. Ондай үйтіп, жоқ, мен тазасын айтып отырмын. Оны айтқым келіп жүреді бүгін, ішімдегіні айтып кетейінші. Мен просто бала кезім мен патриотпын да, бала кезім намыс қой. Андай нацистпін ғой мен, нацист. Жоқ, күлмей-ақ қой, құдай ақ. 41 күн құлыққа кілем мамасита, таныс болды шаш жатыр қыздар.